Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте оңай даярланатын пирогтың түрі галета даярлаймыз. Галетаның салмасына өзіңіз қалаған құлпынай, таңқурай, қарақат секілді кез келген жидекті қолдансаңыз болады. Галета үшін бізге 100 грамм холодильниктен шыққан салқын творог, 120 грамм ұн, 70 грамм суық сары май, 1 дана сарыуыз, салмасы үшін кез келген 200 грамм жидек, 1 ас қасық қант, 1 ас қасық жүгері крахмал қажет. Алдымен галетаға песочное тесто даярлаймыз. Бір ыдысқа ұн, творог, суық сары майды саламыз. Творог пен суық сары майды ұнға араластыра отырып, оны майда кесінділерге бөліп үгітеміз. Егер сізде блендер болған жағдайда, міндетті түрде песочное тестоны даярлау үшін блендерді қолданыңыз. Егер сіз блендерді қолданатын болсаңыз, сіз бірнеше минуттың ішінде ғана творог пен сары майды ұнмен жақсылап араластырып аласыз. Блендер пышақтары сары майды өте тез майда үгінділерге бөледі. Блендер болмаған жағдайда видеода көрсетілгендей пышақпен майда үгінділерге бөліп аласыз. Келесі кезекте оған 1 дана сарыуызды қосамыз. Барлығын біріктіріп, песочное тестомызды илейміз. Песочное тестоның ерекшелігі ол көп илеуді қажет етпейді. Тек қамырдың барлығын қолымызбен біріктіріп, бір шар жасауымыз қажет. Көп иленген песочное тесто піскен уақытта қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан қамыр үгінділерінің барлығын тек біріктіріп қоямыз. Иленген песочное тестоны 40 минутқа холодильникке салып қоямыз. Ал егер асығыс болсаңыз, морозильникке 10-15 минутқа қойсаңыз болады. Ал осы уақытта біз салмасын даярлаймыз. Ол үшін 200 грамм жидекке 1 ас қасық кукуруз крахмалын және 1 ас қасық қантты қосып, оны жақсылап араластырамыз. Егер галетаға қарақат секілді қышқыл жидекті қолданатын болсаңыз, қанттың мөлшерін көбейтіңіз. Әрбір жидек қант пен крахмалға оранғанға дейін жақсылап қасықпен араластырамыз. Келесі кезекте пергамент қағазына аздап ұн сеуіп аламыз. Оған песочное тестомызды орналастырамыз, оның үстіне де аздап ұн себеміз. Тестомызды жаямыз, тестоның қалыңдығы шамамен 5 мм болуы қажет. Алдын ала даярлап алған жидектерімізді жайманың ортасына орналастырамыз. Жан жағын бөгетін болғандықтан айналасынан 2-3 см қалдырамыз. Айналасының барлығын бөгіп шығамыз. Галетаның салмасына жаңа піскен немесе қатырылған жидектерді қолдансаңыздар болады. Даярлап алған галетаны противень үстіне орналастырамыз. Бетіне жұмыртқадан қалған ақуызды жағып шығамыз. Галетаны 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30 минут пісіреміз. Галета қызарып пісуі тиіс. Бетіне қалауыңыз бойынша сахарная пудра сеуіп, галетаны жылы күйінде дастарханға ұсынамыз. Ал мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың, әртүрлі салаттардың, торттар мен десерттердің мастер-классымен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтамын.